Қарым-қатынас. Меніңше, өмір дегеніміз қарым-қатынас. Айналамыздағы кез келген дүниемен қарым-қатынас құрамыз. Тап қазірде оқып отырған осы кітабыңызбен автор ретінде менімен, менің көзқарасыммен белгілі бір қарым-қатынас орнатасыз. Азық-түлік, ауа райы, көлік құралдары мен адамдарға қатысты ойымыз, қарым-қатынасымыз бәрі өзімізге деген қарым-қатынастың көрінісі ғана. Ал өзімізге деген көзқарасымыз бала кезде ересектердің бізге қалай қарым-қатынас жасағанына байланысты қалыптасқан. Ойлап көріңізші, егер әлденеге көңіліңіз толмаса, өзіңізді қалай айыптап сөгесіз. Кішкентай кезіңізде бұзықтық жасағанда ата-анаңыз тап солай тілдеп балағаттады ма? Сіздің қылығыңызды қолдап қолпаштағанда не айтушы еді? Өзіңізді тап солай мақтайтыныңызға шүбәсіз сенемін. Егер олар сізді мүлде мақтамаса, сіз оны қалай істеуді білмейсіз. Бәлкім, өзіңізді қолдап қуаттауға лайықсыз жан сезінесіз. Мен ата-ананы әсте айыптамаймын. Бәріміз өздері құрбандыққа шалынғандардың құрбанымыз. Адами қарым-қатынасты зерттеу бойынша білікті ғалым ребифинг саласындағы көрнекті маман Сондра Рей өзіміз үшін маңызды қарым-қатынастың барлығы ата-анамен арақатынасымызды айнытпай көрсететінін айтады. Сондай-ақ балалық шағымызда оның қалай қалыптасқанын жете түсініп алмайынша қарым-қатынасымызды қалағанымыздай еркін құра алмаймыз дейді. Қарым-қатынас өзіміздің бет-бейнемізді көрсететін шарайна. Біз тек жақсы қасиеттерімізді немесе қарым-қатынас туралы тәуір түсініктерімізді көрсеткенін жанымызға жақын тартамыз. Иә, дәп солай. Бастыққа, әріптеске, бағынышты қызметкерге, дос-жаран, жұбайға, ата-ана мен бала-шағаға қатысты да нақ соны қалап тұрамыз. Олардың бойындағы сізге ұнамайтын тұстары бір кездері өзіңіз бас тартқан қылықтардың, бәлкім іс-әрекеттердің немесе иланымыңыздың нәтижесі. Әйтсе де өмір сүру салты дүние танымымызға сәйкес келмесе, әлгі адамдарды жаныңызға жақын тарта алмас едіңіз, әрі олар да маңайыңызға жуымас еді. Жан дүниеңізге үңіліңіз, жаттығуы. Кім жыныңызды келтіріп ашуыңызды қоздырады? Ойланып көріңіз. Сол адамның мінез құлқындағы жағымсыз, өзгерткіңіз келетін тұстарын бөліп алыңыз. Ал енді өз жан дүниеңізге үңіліп, осы мінез менің бойымда бар ма? Мен де сондай қылық жасап жүрген жоқпын ба деп сұрап көріңіз. Көзіңізді жұмып, жаттығуды асықпай жасаңыз. Содан соң өзіңізге тағы да сұрақ қойыңыз. Менің өзгергім келе ме? Тап-тауырын көзқарасыңыздан арылған кезде әлгі адамдардың да өзгергеніне немесе өміріңізден бір жола кетеріне сеніңіз. Егер бастығыңыз қазымыр, әрі қыңыр, қырсық біреу болса, жан дүниеңізге үңіліңізші. Бәлкім, кейбір жағдайда сізде өзіңізді тап солай ұстайтын боларсыз. Немесе бастықтар әман да бәрін місе тұтпайды, тым қатал дегенге сеніп қалған шығарсыз. Ал қарауыңыздағы қызметкер нұсқауыңызды орындамай жүрсе, мінез құлқыңызды саралап шығыңыз. Сіз де солай істеп жүрген жоқсыз ба? Иланымыңызды өзгертуге тырысыңыз. Қырсық қызметкерді жұмыстан шығарып жіберу оңай, бірақ одан мәселе шешіле салмайды. Егер әріптесіңіз командада бірге қызмет істеуге ықылас танытпаса, мұндай жағдайдың қалыптасуына қандай қатысыңыз барын ойлап көріңіз. Бәлкім, өзіңіз бірге жұмыс істеуге пейілді емес шығарсыз. Егер бірнеше рет тақырға отырғызып кеткен сенімсіз досыңыз бар болса, еске түсіруге тырысыңыз. Өзіңіз де сенімді ақтамай, достарыңыздың ыңғайсыз жағдайға қалдырған жоқсыз ба? Осының өзі мінез құлқыңыздың бір қыры емес пе екен? Егер сүйіктіңіз салқын тартып көңілі суығандай көрінсе, ойланыңыз. Сіз мүмкін махаббатқа ұстамдылық керек, сезімді лекітіп сыртқа шығара берген жөн емес деп есептейтін шығарсыз. Бәлкім мұндай пікір сонау балалық шағыңызда ата-анаңыздың арақатынасынан сырттай бақылаған кезде қалыптасқан шығар. Егер жұбайыңыз үнемі күңкілдей берсе,
ешқашан жаныңызға демеу болмаса, тағы да балалық шағыңызды еске алыңыз. Осындай мінез құлық ата-анаңыздың бойында бар ма еді? Ал өзіңіз тап сондай қылық көрсетесіз бе? Балаңыздың жүріс-тұрысы, кей әдеті жыныңызға тие ме? Соның бәрі өз бойыңызда бар әдеттер екеніне кепілдік беремін. Балалар ересектерге еліктеп, ұяда не көрсе ұшқанда соны іліп, отбасында қалыптасқан мінез құлықты көшіріп алады. Зиянды әдеттерден арылыңыз. Сонда балаңыздың көз алдыңызда өзгеріп жатқанына куә боласыз. Өзгелерді өзгертудің бірден бір жолы әуелі өзіңізді өзгерту. Мінез құлқыңызды өзгертіңіз. Сонда төңірегіңіздегі адамдардың жақсара бастағанын байқайсыз. Біреуді кінәлап жазғырудан пайда жоқ. Күш қуатыңызды бекерге зая етесіз. Бойыңыздағы күш қуатты сақтау керек. Онсыз еш нәрсені өзгерте алмайсыз. Тығырықтан шығуға дәрменсіз, құрбан қалпыңызда қала бересіз. Сүйікті болудың жолы. Махаббат біз күтпеген кезде келеді. Оны сарыла іздеу ешқашанда лайықты қосақ, жарасымды жұпқа жолықтырмайды. Тек мұңға, батырып бақытсыздыққа душар етеді. Шынайы сүйіспеншілікті сырттан іздемеу керек. Тұла бойымыз тұнып тұрған махаббат. Осыны есіңізден шығармаңыз. Махаббаттың келуін асықтырудың қажеті жоқ. Бәлкім оған әлі дайын емес шығарсыз. Әлде өзіңіз қалаған махаббатты баурай тартатындай ішкі даму деңгейіне жетпеген боларсыз. Жалғыздықтан қашып құтылу үшін ғана өміріңізді әлдекіммен сабақтастырып, матап тастау жөн емес. Ең алдымен қандай махаббатты күтетініңізді, сүйіктіңіздің бойынан көргіңіз келетін қасиеттерді өзіңіз үшін айқындап алыңыз. Сонда ғана сіз нақ сол адамды жолықтырасыз. Ой елегінен өткізуге тырысыңыз. Неліктен осы уақытқа дейін махаббатыңызды кездестірмедіңіз? Бәлкім тым қатал шығарсыз. Немесе өзіңізді сүюге және сүйікті болуға лайық жан санамайсыз ба? Мүмкін тым жоғары талаптар қоятын шығарсыз. Таңдаған жарыңыздың экран жұлдыздарына ұқсағанын қалайсыз ба? Әлде төсек қатынасынан қорқасыз ба? Бәлкім ғашық болып сүйіспеншілікке бөленуге болмайды деп есептейтін шығарсыз. Махаббаттың өміріңізге енуіне дайын жүріңіз. Соған жайлы жағдай әзірлеп, оны қорғап аялаңыз. Сүйе біліңіз, сүйікті болыңыз. Ғашығыңыз үшін жүрегіңізді жапырақтай жайып, тамаша тарту ретінде құшағыңызды айқара ашыңыз.